Kız балалар ұзақ болып жатқанда аналары арнайылап бастарына кигізетін болған. Әрбір моншақты аналар өздері қыздары үшін тілегін айтып, тілек тігіп, қолдан жасайтын болған. Бұл бас киім, басқа киінетін. Қызым бұл шашбау. Шашбау қазақтың дәстүрлі әшекей бұйымы. Оны қыз-келіншектер шаштың ұшына тағып, өрілген бұрымға сән беру үшін қолданған. Ұлттық киімнің бұл маңызды бөлігі болып саналады. Шашбау тек әшекей бұйым ғана емес, нәзіктік пен сұлулықты символ болып саналады, кейде жамандықтан қорғайды деп есептеледі. Түсіндің бе, қызым? Шашбауды жасау үшін инеге жігімізді өткіземіз. Әртүрлі формадағы моншақтарды алып өткіземіз. Кәдімгі өткізе ғой, қызым. Моншақтардан мынадай тиарада жасауға болады. Кез келген киіммен кете беруге болады. Ашық, қазіргі заманауи үлгіде жасалып жатқан брошкалар, шаш қыстырғыштар қазір өте жақсы дамып жатыр. Трендте деп айтсақ та болады. Оны арнайы формаларды кесіп алып, бояу арқылы неше түрлі моншақтарды жабыстыру арқылы жасалады. Қошқар мүйіз салуға болады. Балабақшаға барған кезде осылай тағып қоямыз. Саған ұнай ма? Тағып қоямыз осылай, не? Бүгінгі күн ұнады ма саған? Маған да ұнады. Екеуміздің бүгінгі күніміз